Ne deydi? Ақша алмағандар да. Соны айтады, бүгін түсіріп берейік деп жатыр. 17 күн алмағандар бар, 22 күн алмағандар бар. А сіздер танк сізге саттыңдар ма? Оны сөйлесе аласыздар ма ары қарай? Машина сатылып кеткен ба? Сіз банк кетіп қалған ғой. Бүгін түсіріп берейік деп Сөйткенде тұрғанын айтып бұлардың жатыр. шотында жатыр ғой. Түсіріп берейік деп жатырмын да. Бұлардың шотында жатыр ғой ақша. Ақша банктан бізге шотында түскен жатыр ма? ғой. Иә. Заморозка кетіп қалған ғой біздің шоттар. Содан кейін моментально түсе алмай жатыр. Наверное, скорее всего, с налоговыми проблемой там. Может быть. Соған мен айтып жатырмын да, лучше нормально бүгінге мен тағы да нормально шығайын. Сөйлесіп қойдым, негізінде уже осындай болып жатыр ситуацияны деп прояснять етіп бердім бәріне. Олар да по-любому мен бас екеу емес қой, давай бүгін түсіріп берейік деп жатыр ақша. Q4 тұлпар. Ей, не істедің бауырым? Полиция шақырып, әбігер болып жатырмыз ғой сенің іс-әрекетіңе. Мына екі кісі видеоға толықтай комментарий берем дейді. Ассалаумағалейкум. Есімім Бұлықбек. Осы тұлпар автосалонына Шымкент қаласындағы, Шымкент қаласында, Арғымақ базардағы. Аты шулы Арғымақ базар. Машина сатады. Қандай? Жұманов базарына мен не қаптым. Ой, әйгілі заманнан келе атырған базар ғой бұл. Хит базар бұл. Осының жанынан мынандай бір мекеме ашылып, елдің бәрін ұйықтатып жатыр дейді ғой. 23 сентябрь күні менің машинамы осы жерде сатып жіберген. Келісім шарттармен 7 жұмыс күнінде ақшаны қайтару керек болған. 7 жұмыс күн болды ма, бітті ма? Қашан бітті? Бүгін уже 9-шы жұмыс күн. Бүгін 9-шы жұмыс күн. 2 күн кешігіп жатыр яғни. Сізге ақша керек па? Керек емес па? Ақша керек қой, конечно. Содан кейін келіп тұрсыз, иә? Соның үшін ғой келіп тұрмын арызданып. Қандай шарттармен сатысып, қандай нелермен? Bir араларда бір келісім шарт болды ма? Жоқ, бұл кісілер алушы адам осы жерге шақырды, осы жерге келдім. Осы мекеменің балдары оформить етіп, машинаны учеттан шешіп, бұларға өткізіп бердім. Бұлар сол бағана 7 күн жұмыс рабочий күнде ақшаны түсіріп береміз деген. Через банк арқылы, иә? Через банк арқылы. Сіздің шотыңызға түседі, или бұлардың шотына түсе ма? Негізі баста банк деп отқан сияқты еді, қазір қарасам бұлардың шотына түсетін екен, бұл кісілер одан кейін бізге аударатын екен. Осындай дөгір болған. Соны әлі бермей тұр ақшасын. Соған шағымданасыздар, иә? Полиция қызметкерін ғана шақырдыңыз ба? Дежурный прокурор қажет емес па? Жоқ, қазір көреміз ғой ары қарай. Дежурный прокурор мына полицияларды шақырып бере алады, если что. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Есімім Шамнұр. 22-ші қыркүйек күні сағат шамамен 15:00-де осы тұлпар көлік салонына келіп Kia Ceed автокөлігімді өткізгенмін. Содан бері міне бүгін 10-шы жұмыс күні өтіп жатыр. Бұл кісілер жаңағыдай ақшамды аударып беремін деп келісім шарт бойынша 7 күн деп көрсеткен. Нақты қазір 10-шы күн аяқталып жатыр, Құдай қаласа. Ақша әлі түскен жоқ. Уәде тек қана уәде болып жатыр. Басқа нәрсе болып жатқан жоқ. Банк арқылы сатады. Банк бірінші осыларға ақшаны аударады. Өйткені жаңа комиссиялық сатылым болғаннан кейін. Одан кейін бұлар бізге ақшаны аудару керек еді. Қазіргі бұлардың уәждері бойынша біздің шотымыз аресте бір нәрсе, бірақ ол жаңағыдай біз сияқты жәбірленушілер өте көп. Қазіргі таңда келе жатқан жаңағы связьға шыққан тағы да 3-4 азаматымыз бар. 17 күн 22 күн болды ақшамызды ала алмай жүргенімізге деп айтып отқандар бар. Бұлар жайлы не ойлап жатырсыз қазір? Қазіргі мына енді жалғыз өзім болса, жаңағыдай шамалы шынымен-ақ мүмкін деп, иә? Осының кездейсоқ болып қалды ғой деп. 5-6 адам болғаннан кейін күмән пайда болып жатыр да. Жаңағы алаяқтық бір ойлары бар ма? Жаңағыдай арада ұзағынан созылып кете ма деп тағы да. Қитұрқы іс-әрекеттерге көшті ғой бұлар. Қолдарыңа мынандай договор береді. Договор деген нәрсе оның бәрін осы договорға сай істейді деген нәрсе емес бұл. Иә, білемін. Негізі бұл договорға қанша заңгерлердің өздері қадалып жүр ғой, алданып ке. Бұл договорларды былай айтқанда, қазақша айтқанда, қатты айтқанда тығатын жерлеріне тық қойды керек қой. Құрметті оқырмандар, біз бұларды алаяқ деп айта алмаймыз. Алаяқ деп айту үшін соттың шешімі керек. Қазір неше түрлі қитұрқы іс-әрекеттер болып жатыр ғой, бағана мықты заңгерлердің өздері алданып қалып жатыр. Абайлаңыздар. Бұрын машинаны сатып жатырған адамдар қадалып жатыр. Сатып жатырғандар ақшасын түсіре алмай жатыр. Бұрындары қасақана бір парақ қағазбен, сенім қағазбен бұлардың сеніміне кіріп неше түрлі қитұрқы іс-әрекеттермен бір адам емес та, 10 шақты адам. Машина арзан баға емес, 3 миллион, 5 миллион, 10 миллион, 15 миллион, 5-6 адам. Бұлардың сенбеулері, өкінулері орынды. Әрине орынды. Қазір машинаны
сатсақ та проблема, сатып алсақ та проблема болып кетті ғой. Не болып кетті өзі? Ойбай-ау, не дейді мынау не қыламыз? Q4 деген тұлпар ашып аламыз ба? Күніне 10-15 машина сатып. 11,5. Саған 11,5 береді, аняқа 12 миллион 300 деген, соған сатқаны $800 сізден пайдаланып жатыр, Где-то сондай. 800 мың теңге. Иә. Мына жақтан сізден қанша? 8 миллион 200-ге сатады. Аха. Маған беретін ақшасы 6 миллион 600. Ой, бұл сіздің денеңізге қарап опырып жіберіпті ғой, пайдасын. Айырмашылық қанша сумма? 1 миллион 600. 1 миллион пайдасы. Иә, 1 миллион 600 пайдаланып тұр, иә? Q4 тұлпардың пайдасы. Сіздікі арзан машинадан көп пайдаланады екен да бұлар? Сізден аз пайдаланыпты. Қымбаттан кішкене шамал. Екі адамның өзінен почти 2 миллионға жуық пайда көріп отыр. Не деген сұмдық, иә? Шамамен. Ой, Қазіргі таңда бізге белгілі болған жаңағы бізден бөлек 4 адам ғой тағы да. 4 адам, Жалпы 6 адам сіздер біліп Қазірше, иә, осы қаладағылар. Олардан да әрқайсысына 500-500-ден пайдаланса әжептәуір екен ғой. Не істейміз? Жұмысқа кіреміз ба? Басшы құрамның бірі қайда? Кім еді атыңыз? Қуаныш. Осы жерде ресми өкіл, иә? Руководитель. Заменяющий. Жақсы, рахмет. Сіз білесіз ғой бүгінгі мәселе орын алып жатырған, иә? Иә, конечно, соған Хабардар бар. жазып жатырмын. Түсініктеме жазып беріп жатсыз, иә? Рахмет. Сіздер қай район? Ана көлікпен келдіңіз ба? Жүріңіз, көліктің ақауын көрсетейік сізге. Апа, машина саттыруға келдіңіз ба? Машина саттыруға? Машина саттыруға келген болсаңыз, бір анандай қауіптен алдын ала не қылайыншы дегенмін ғой? Машина сатпаймын. Машина сатпау ақшалар бермей қалатқан екен да? Алсаңыз да байлаңыздар. Не мынау? Q4 тұлпар